Бүгін Алмалы аудандық сотында Синопек Қазақстан компаниясына қарсы қозғалған іс аяқталды. Судья шағымданушы Руслан Қожахметті бұрынғы қызметіне қайта алу туралы үкім шығарды. Восстановить Қожахмет Руслан на прежней должности заместителя директора по производственной части. Ал компанияның құқығын қорғаушы Илья Григоренко компаниядағы қызметкерлерді алалау мен жалақы теңсіздігінен хабары жоқтығын айтты. Маған компанияның ішкі жағдайлары белгісіз. Егер осы жайтты анықтағыларыңыз келсе, компанияның бірінші төрағасынан сұрауларыңызды өтінемін. Естеріңізге сала кетейік, Синопек Қазақстан компаниясының директорының бұрынғы орынбасары Руслан Қожахмет компанияда шетелдік қызметкерлерге қарағанда қазақстандық азаматтар аз жалақы алатынын айтып шағымданған. Сонымен Алмалы аудандық әкімшілік соттың шешімі бойынша талапкер Руслан Қожахмет Синопек Қазақстан компаниясында қайтадан жұмыс жасайтын болды. Соттың шешімі бойынша мен қайтадан жұмысқа кірем. Сол осы шешімге мен ризамын. Бірақ апелляцияның арызды бермеймін, сонда әлі шешпедім. Судья Дәулет Аркенов арызданушыны қайта жұмысқа қабылдаумен қатар 10 мың теңге көлемінде өтемақы төлеуге үкім шығарды. Сондай-ақ сот үкіміне қатысты қайта апелляцияға беруге құқылы екенін ескертті.